Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабаттаулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. 4% автокредит. Банктер жоғары жақтың шешімін күтіп отыр. Қазақстанның даму банкі бағдарламаның операторы, яғни бюджеттен және де ұлттық қордан бөлінген ақшаны жауапты ұйым, ал кредитті екінші деңгейлік банктер арқылы ресімделеді. 2015 жылғы басталған 4% бағдарламаның ақшасын 5 банк алады. Евразиялық банк, Халық банк, банк Центр кредит, Форте банк, АТФ банк. Тілшіміз осы бағдарлама бойынша миллиардтап ақша алған банктерді аралап, револьверлік механизмнің қалай жұмыс істеп жатқанын біліп қайтты. Материалымызды толығырақ мына жерден оқи аласыздар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.